Қайырлы күн, құрметті спорт сүйер қауым. Өздеріңіз білесіздер, жақын арада Тасқала ауданының мекемелерінің арасында бірлестік лигасы өз бастауын алған болатын. Бүгін мінекей волейбол ойын түрлерінен бірінші ойын күндері. Ендеше бар қызықтың барлығын сіздермен бірге бөлісетін боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Кеттік. Бірлестік лигасының волейболдан маусымның бірінші ойыны. Қазір алаңда аудандық аурухана және Сәулет мектеп лицейінің командасы өзара мықтыны анықтамақшы. Көрейік, кім жеңіске жететінін. Бұл лигаға біздер де қатысамыз, яғни Тасқала ауданының әкімдігінің құрамасы ретінде осы лигаға қатысып жатырмыз. Қазір осыдан кейін полиция бөлімімен бірге бақ сынасатын боламыз. Бізге жанкүйер болыңыздар. Бірлестік лигаға ауданымыз бойынша 16 мекемеден құралған командалар өз бақтарын сынауда. Ойын аяқталды, 2-0 есебімен жеңіске жетіп, біздерді құттықтап қойсаңыздар болады. Қазір енді алаңға қосымша білім беру ұйымы және де қорған командасы шығып жатыр. Қазір мықтыны анықтайтын болады. Және де осыдан кейін де ойындар жалғасады. Естеріңізге сала кетейік, аптаның дүйсенбі және де сәрсенбі күндері волейбол ойыны жалғасатын болады. Қызықты да тартысты матчтарда өздеріңіздің әріптестеріңізге жанкүйер болыңыздар.